Бұл аспап глюкометр. Қандағы глюкоза мөлшерін өлшейтін құрал. Глюкометрдің түр-түрі болады. Ең бірінші глюкометрге батареясын орнатып, жұмыс істейтіндігін тексереміз. Одан кейін қолымызды кесетін ланцет немесе скарификаторды арнайы аппаратына орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін басындағы қақпақшасын алып, одан кейін 3 деген сызыққа апарып қоямыз. Скарификатор дайын. Енді глюкометрге арнайы тест сызықшасын алып, глюкометрге орналастырамыз. Өзінің бағыты болады, сол бойынша орналастырамыз. Саусағымызды мақталы дәкемен, спирттелген мақталы дәкемен сүртеміз, скарификатормен тесеміз. Біріншісін салфеткамен сүртіп, екіншісін глюкометр аппаратына тіркейміз. 5 секундтан кейін нәтижесі дайын болады. Қалыпты деңгейдегі қандағы глюкоза мөлшері 3/3, 5/5. Қолданылған скарификаторды осылай өзінің құрылғысына қадап, арнайы жәшіктерге тастаймыз. Негізінен саусақты кескен кезде көбінесе біз 4-ші саусақты кесуіміз қажет, себебі ол жерде жұмыс істеуі аз болғандықтан жазылуы өте жылдам болып келеді.